Дорогие женщины Казахстана, Ақжаулықты аналар, бүгін біз общественный приемный мәжіліске келдік. Депутат Сабильянов Нуртай Салих улымен кездестік. Дорогие женщины Казахстана, сегодня мы пришли в общественный приемный мәжіліс для встречи с депутатом мәжіліса Сабильяновым Нуртай Салиховичем. К нам приехала наша активистка из Петропавловска, Бахыт. Одна из первых активисток движения женщин Казахстана. Это Бахыт создала наш гимн, который мы поем, который везде транслируется в наших видео. Это были бессонные ночи, когда мы сидели и обсуждали наш значок, наш гимн, нашу песню. Бахыт, сіз енді бүгін кездесуде болдыңыз. Ақжаулықты аналар, міне бүгін солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Дауқара ауылынан Астанаға келіп, міне сіздердің өзіміздің барлықтарымыздың бәлен жылдан бері қозғап отырған тақырыбымызды қолдау білдірейін деп келіп отырмын. Бүгін сол депутатпен кездестік. Депутаттар барлықтары біздің движениемізді, біздің қозғалысымызды қолдап отыр. Тек қана үкімет тарапынан я деген сөз болмай жатыр. Сондықтан ақжаулықты аналар, біз бір қолмен әлем тербеткен, бір қолмен бесік тербеткен жандар емеспіз бе? Біздің рухымыз өте биік. Біз кезінде қазақ халқы құрып кете жаздаған кезде ұрпағымызды сақтап қалған аналармыз. Соғыс кезінде жолдастарының балаларын барлығын әскерге соғысқа жіберіп, тылда отырып, бүкіл совет үкіметіне, бүкіл соғыс болып жатқан адамдардың барлығын қолдап, соларға киім кешек берген аналарымыз, соларды қолдаған адамдарымыз. Енді сол біздің барлық еңбектерімізді жоққа шығарып, міне 61-63 жаста пенсияға, зейнетке шығарайын деп отыр. Сол үкіметке біз Бахыт, рахмет. Қазір Бахыт өз үндеуін жариялайды. Енді біз көп мәселе көтердік жаңа депутатқа. Қандай пастух чабандар туралы айттық, да? Сосын полигон туралы айтып жіберші. Полигон туралы айтқанда Семей облысының азаматы екен, Нартай мырза. Ол өзі ол жақтың мәселелерінің барлығын жақсы біледі екен, ол жақпен хабарласып отырады екен. Сондай мүгедек жандарға, мүгедегі бар адамдарға үй тегін беріп деген сияқты сондай мәселелерді көтерді, өте жақсы айтты. Енді амандық болса сол жақтың адамдары, Семей өңірінің адамдарына қолдау көрсетемін деп енді барын айтты. Сосын екінші сұрағымыз ауыл мәселесін көтерген. Енді мен өзім ауылда болғаннан кейін осы сұрақты айтпай болмайды. Енді айтты ғой, сол пастухтарға, сол малшыларға, соларға пенсия жасын түсірерміз, балаларға жеңілдік болады, оқуға түсуге, әскерге бармау жағына деп. Енді соны жаңғыз ер адамдар емес, енді ауылдың әйел адамдарында да жұмыс жоқ қой, не жоқ қой. Сол әйел адамдарды да сол неге кіргізсе жақсы болып кетуші еді. 58 пенсияға шығып, ауылдың адамдары, әйелдері, ер адамдары да 58 жасында пенсияға шығып, жеңілдіктер алса жақсы болушы еді. Сонымен қатар қалада өңір-өңірге бөлмей қойайық, барша Қазақстан әйелдеріне осы жеңілдік бұйырсын деп ойдамыз. Рахмет, Бақыт. Міне біз ең күшті, ең бірінші белсенді, бүкіл Қазақстан қозғалысын белсенді. Бүгін Петропавлдан суыққа қарамай, жол алыс жолдан келді. Боран, қазір 30 градус суық, Севказ ғой, Северный Петропавл, Северный Казахстан. Алғысым шексіз. Бақыт, көп рахмет. Сәттілік бізге. Сәттілік. Жұмысымыз алға баса берсін. Қыздар